Өткенді қабылдау. Әрине, біз өтіп кеткенді өзгерте алмаймыз, бірақ одан тек сабақ алатынымыз анық. Өткенді қабылдау ол ата-анаңызды, олардың жасаған таңдаулары, ол түсіне білу. Түсіне білуге тырысыңыз, себебі оларда өз заманының наным сенімдерінің өз өмірінің құрбаны болып қалған адамдары болуы мүмкін. Өз заманына солай, заманның құрбандары деп айтсақ болады. Өзіңізді де кінәламаңыз, өткен өміріңізді де кінәламаңыз, ол ешкімді айыптамаңыз.